Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен орташа шығындар және шекті шығын қисықтарын қарастырамыз. Және бұл қисықтарды біз оқулықта берілген есепті Excel файлында шығару арқылы түсіндіретін боламын. Алдарыңызда Principles of Economics ағылшын тіліндегі экономика негіздері оқулығындағы шығындарға арналған тақырыптың 11-ші есебі берілген. Мұнда шағын компания сусындар шығарады. Бірінші бағанда өнім көлемі, екінші бағанда өзгермелі шығындар және мұнда жалпы шығындар total cost берілген. Есеп шарты бойынша орташа өзгермелі шығындарды, орташа жалпы шығындарды және шекті шығындарды есептеу керек, және аталған шығындардың графиктерін салу керек. Енді осы мәліметтерді біз Excel файлына көшірейік. Есеп шарты бойынша берілген мәліметтерді біз Excel файлына көшірдік. Енді бірінші кезекте біз орташа өзгермелі average variable cost'ты есептейміз. Ол үшін жалпы өзгермелі шығындарды біз бөлеміз өнім көлеміне. Және осы формуланы басқа ячейкаларға көшіреміз. Өндірілген өнім көлемі өскен сайын, орташа өзгермелі шығындар да өскен. Келесі біз орташа жалпы шығындарды есептейміз. Average total cost бұл көрсеткішті есептеу үшін біз total cost'ты жалпы шығындарды бөлеміз өнім көлеміне, quantity'ге. Осы формуланы басқа да ячейкаларға біз көшіретін болсақ, орташа жалпы шығындарды аламыз. Және оның шыққан мәліметтерді талдайтын болсақ, орташа жалпы шығындар 40-тан 25-ке дейін кеміген, кейін 25-тен 27,5-ке дейін өскен. Енді соңғы бағанда біз шекті шығындарды marginal cost'ты есептеуіміз керек. Marginal cost'ты есептеу үшін біз жалпы шығындардың өзгерісін бөлеміз өнім көлемінің өзгерісіне. Демек, өзгеріс дегеніміз жалпы шығындардың екінші реттік жалпы шығындардан азайтамыз. Бірінші ретте тұрған жалпы шығындарды бөлеміз екінші ретте тұрған өнім көлемінен азайтылған бірінші ретте тұрған өнім көлемі. Енді формуласын енгізейік. Екінші жалпы шығындар минус бірінші жалпы шығындар бөлінген екінші ретте тұрған өнім көлемі азайтылған бірінші ретте тұрған өнім көлемі. Enter. Бірінші шекті шығындардың мәні 10-ға тең. Осы формуланы басқа ячейкаларға көшіреміз. Және жалпы шығындар мәндерін талдайтын болсақ, жалпы шығындардың өсу тенденциясын байқаймыз. Енді осы мәліметтердің көмегімен біз қисық сызықтарын салайық. Ол үшін біз вставка функциясы арқылы алдымен жазықтықты таңдап аламыз. Және осы жазықтыққа біз оң кнопканы басу арқылы добавить функциясына біз X өсіне біз өнім көлемін белгілейміз, ал Y өсіне біз шығындар мәліметтерін белгілейміз. Бірінші кезекте орташа өзгермелі шығындар қисық сызығын салайық. Окей батырмаларын басып, алдымыздағы суретке назар аударсаңыздар, көк түсті өспелі түзу сызық бұл орташа өзгермелі шығындардың қисығы болып табылады. Енді осы жазықтыққа оң кнопканы басып, выбрать данные функциясын таңдап, добавить деп, X өсіне өнім көлемін белгілейміз, ал Y өсіне біз орташа жалпы шығындар мәліметтерін белгілейміз. Окей кнопкаларын басамызда, алдарыңыздағы сары түсті бастапқыда мәндері кемейді, кейін барып сәл өсетін осы қисық сызықты біз ATC, орташа жалпы шығындар қисық сызығы дейміз. Енді осы жазықтыққа біз шекті шығындар қисығын салайық. Қайтадан X өсінен өнім көлемін белгілейміз. Ал Y өсінен шекті шығындар мәліметтерін белгілейміз. Алдарыңыздағы жазықтықтағы өспелі сұр түсті қисық сызық, ол шекті шығындар қисық сызығы, және өздеріңіз жазықтықта көріп отырғандарыңыздай, орташа жалпы шығындар қисығы мен шекті шығындар қисық сызығы өзара қиылысады, және теория бойынша осы екеуінің өзара теңескендегі өнім көлемі осы фирма үшін өндіруге тиімді өнім көлемі болып саналады. Осы қиылысу нүктесінен төмен түсетін болсақ, алдымыздағы мысалда берілген компания үшін тиімді өндіру керек өнім көлемі 4 данаға тең болады. Себебі, егерде мына ATC-ге назар аударатын болсақ,
компания 4 өнім өндірген жағдайдағы шығындары ең аз минималды болады. 25 долларға немесе шартты ақша бірлігіне тең болады. Назарларыңызға рахмет.